Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаның суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Күн жылығанда саябақта, орманда және гүлдердің айналасында аралар көбейеді. Араның шағуы өлімге сирек әкелетінімен оны елемей қоюға болмайды. Қандай жағдайда араның шағуы қауіпті болуы мүмкін және ара шаққанда не істеу керек? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын видео барысында білетін боласыздар. Араның шағуы несімен қауіпті? Аралардың табиғатқа пайдасы мол болғанымен олардың шағуы адамға қауіпті. Адамға ара емес, оның безгегіндегі у қауіпті төндіреді. Ара шағуының негізгі белгілеріне шаққан жердің күйдіріп ауыруы, қышуы, ісіп кетуі, бас ауруы және бас айналуы жатады. Кей адамдар денесінде әлсіздік сезеді, жүрек соғысы жиіленеді және лимфалық түйіндер үлкейіп кетеді. Көп жағдайда адамдар ара шағуын жеңіл өткереді, алайда егер адамның иммунитеті әлсіз болса, аллергияға бейім болса және созылмалы ауруы бар болса, ол кей асқынуларға шалдығуы мүмкін. Ара шағып алса не істеу керек? Асқынуларды болдырмас үшін әрбір адам ара шаққанда алғашқы көмекті қалай жасау керегін білуі керек. Мына реттілікті сақтаңыз. Ара шаққан жерді тексеріңіз. Егер араның безгегі шаққан жерде қалып қойса, оны антисептик немесе спиртпен өңделген пинцетпен алып тастаңыз. Бастысы безгекті қолмен қыспаңыз, әйтпесе у қалдықтары тінге терең еніп кетеді. Жараны антисептикалық құралмен залалсыздандырыңыз. Жара шаққан жерге салқын бірдеңе басыңыз. Су көбірек ішіңіз. Судың пайдасы жайында және оны қалай ішу жайында білмеген болсаңыз, сілтемесін видеоның астына қалдырып кететін боламын. Ара шаққан жерге антигистаминдік жақпамай немесе крем жағыңыз. Егер ара көзді, ауыз қуысын шағып алса, жылдам жедел медициналық көмек шақырту керек. Араның бет тұсын шаққаны қауіпті. Бұл жағдайда аллергияға бейім емес адамның өзінде қатты ісік пайда болуы мүмкін. Егер ара тілді шағып алса, ол қатты ісіп, тыныс алуды бітеп тастауы мүмкін. Келесі жағдайларда жедел жәрдем шақырту керек. Егер ара шаққаннан кейін денеге бөртпе немесе басқа да аллергиялық реакция шығып кетсе, ара шаққан адамның температурасы көтеріліп кетсе, адамды бірден бірнеше ара шағып алған жағдайда. Видеодағы ақпараттар сізге пайдалы болған болса, достарыңызға жіберіп, лайк басып, комментарий жасай кетуді ұмытпаңыздар.